Мультяшный суретті қалай жасаймыз? Ол үшін Play Market'тен Photolab деген программаны жүктеп аласыздар. Мынау трендтегі суреттер. Мынау лучший дейді. Мынау бірінші категория дегенді бассаңыздар, осы программаның өзінің эффектілері. Мынау екіншісі мультяшный эффектілері. Осының ішіне өздеріңіз таңдап, қарап жасай берулеріңізге болады. Маған енді керегі осы лучший дегендегі мына қыздың суретін аламын. Осы қыздың суретін алғаннан кейін мынау өзімнің суретімді таңдаймын. Астында шыққан мына кішкентай қыздың суретін жасап көрейін. Достар, егер сіздерге осы видеом ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздерші, өтініш. Және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне осылай жасап, плюсикті басқан кезде бетінен анимация, стиль, добавить текст дегенде шығады. Яғни өздеріңіз бетіне жазатын болсаңыздар жазып, анимация беретін болсаңыздар анимация беріп, ары қарай жасай беруге болады. Мына жерде өте көп мына қыздың суреті. Міне осылай. Мынаны жасап көрейін. Міне осылай өздеріңіздің суреттеріңізді жасай беруге болады. Достар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.